сиқырлы қорап, пішіндер әлемі. Сәлем достар, көңіл-күйлерің қалай? Тамаша, балақай, экрандағы әдемі қорапты көрдің бе? Ішінде не бар деп ойлайсың? Қане, бәріміз бірге аш деп айтайықшы. Естілмейді, қаттырақ, аш. Міне, ашылды, көрейікші. Бұл қандай пішін, балақай? Бұл дөңгелек. Қарашы, оның бұрыштары жоқ, қабырғасы да жоқ. Ол доп сияқты домалай береді. Ал қорапта тағы не бар екен? Ашып көрейікші. Мәссаған, мынау не? Бұл үш бұрыш. Қане, бұрыштарын бірге санайықшы. 1, 2, 3. Үш бұрышы мен үш қабырғасы бар. Нағыз үш бұрыш. Қораптың түбінде тағы бір нәрсе қалыпты. Қараңдаршы, бұл қандай пішін? Бұл шаршы. Шаршының 4 қабырғасы бар. Және олардың бәрі бірдей, егіздер сияқты. 4 бұрышы да бар. Қандай әдемі пішін? Ал енді балақай, ойын ойнаймыз. Мына суреттерге мұқият қарашы. Айналамыздағы заттар қай пішінге ұқсайды екен? Шеңбер қайда? Дұрыс айтасың, қабырғадағы сағат дөңгелек сияқты. Үшбұрыш қайда? Бәрекелді! Мына пирамида мен үйдің шатыры үшбұрышқа ұқсайды екен. Шаршыны көріп тұрсың ба? Дәл таптың! Мына терезе мен сыйлық қорабы нағыз шаршы. Тамаша! Бүгін біз негізгі пішіндермен таныстық. Дөңгелек, үшбұрыш және шаршы. Енді сен де үйіңдегі заттарға қарап, олардың қандай пішін екенін тауып көр. Жарай ма? Білімің арта берсін. Келесі кездескенше сау бол!